Саламатсыздар ма, құрметті қатысушылар? Міне бүгін біздің көптен бері күтіп отырған марафонымыз басталмақшы. Әрине, осы уақытқа дейін бөлісіп жүрген рецепттермен сіздермен бөліскенді жөн көріп отырмын. Бүгін дайындайтынымыз біздің сиыр етінен дайындалатын рулетпен бөліспекшімін. Ол үшін сіздерге керегі жұмыртқа, сары красителіміз, ірімшігіміз, тартылған сиыр еті, пиязымыз, дәмдеуіштеріміз, майонез және де манка крупасы. Одан бөлек сіздермен тағы да бір пайдалы ақпарат. Пергаментіміз, біздің пергамент, гелев покрытиесінің пергамент Поклан фирмасыныңкі, және де рулетіміздің формасын ұстап тұрылатын бізде Тальгон фирмасының фольгасы қажет. Ендеше қыздар, сабағымызды бастайық. Енді біз сиыр етінен дайындалатын рулетіміздің сыртындағы омлетін дайындаймыз. Ол үшін бізге керек жұмыртқа. Жұмыртқаны жарып, ыдысымызға саламыз. Әрине, жұмыртқаны алдын ала жуып алыңыздар сыртын. Осы жұмыртқамызды біз араластырамыз. Сарысы мен ағы бір-бірінен бірігу керек. Енді осыған біз үкіштен өткен сырымызды қосамыз. Оны да араластырамыз жақсылап. Біркелкі болғанша араластырып. Осының үстінен бізге майонезімізді қосамыз. Майонез бізде 3 қасық, ас қасық. Араластырамыз бұны. Осының ішіне дәмдеуіш біздің бұрышымыз, тұзымыз қосамыз. Және де манка ұнтағы 3 ас қасық. Осылайша 10 минут қоямыз біз. Енді мына біздің омлетіміз 10 минут тұрды. Енді осыған біз красительді қосамыз. Және жақсылап араластырып, противенімізге құйып, 180 градуста пісіреміз. Біркелкі қылып жайып аламыз. Осындай сап-сары болу керек. Басқа түрлі түсті краска қоспаңыздар, себебі түсі басқаша болып кетеді. Протеинге саламыз. Бағана айта кеткен пергамент қағазын қолданамыз. Шұға етіп, біркелкі бар жерін жеткізіп, жайып шығамыз. Міне біз қазір сиыр етінен дайындалатын рулетіміздің ортасындағы салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге сиыр еті тартылған 220 грамм майсыз болу керек, әрине мякоттан. Және де мына біз бір пиязымызды бір ас қасық майға қуырып алдық. Осыны қосамыз. Және де бізге тұз, бұрышымыз керек. Жақсылап араластырып салмамызды дайындаймыз.
Себебі майға қуырған себебіміз ол іші етіміз майсыз. Сол себептен пиязымызды бір ас қасық майға қуырып бірге қосамыз. Міне осындай салмамыз дайын болды. Міне қазір біздің сиыр етінен жасалған рулетіміздің омлеті дайын. Осылай орап суытып алды. Енді кезекте біз ортасына салмасын саламыз. Дайындап алған ол салманы біркелкі қылып жайып аламыз. Және де төрт жағынан 1-1 сантиметрден жеткізбеуіміз керек. Оралған кезде ол шығып кетуі мүмкін. Осылайша біркелкі қылып орап алған рулетімізді біз 180 градуста 45 минут пісіреміз. Және де 45 минуттан кейін шығарып комната температурасында суытып алуымыз керек. Суыған рулетімізді 1 сағатқа холодильникке салып суытамыз. Одан кейін барып кесілген рулетіміз біздің біркелкі әдемі болып шығады. Міне салмасын салдық, енді тығыздап ораймыз. Тығыздап ораңыздар, себебі кейін піскеннен кейін бұл шашылып кетуі мүмкін. Осылай қолыңызбен қысып осылай орап аламыз. Және де тігісі дейміз, шопы астында қалу керек. Осылай фольгаға ораймыз. Фольга бізде Тальгон деген фирманыкі. Осындай қалың болады. Екі жағын қысамыз жақсылап, нығыздап. Тағы да сыртын бір рет ораймыз. Қатты күйдіріп жібермеу үшін осылай 2 рет орауымыз керек. Енді бұл дайын болған рулетімізді 180 градуста 45 минут пісіреміз. Міне қыздар, біздің омлетный мясной рулетіміз дайын, пісіп шықты, және де суытып бізге холодильникке 2 сағатқа қойдық. Енді қазір сыртындағы фольгасын шешеміз, және кесіп қандай болып шыққан сіздермен бөлісетін боламыз. Міне осылай фольгасынан шығардық, енді кесетін боламыз. Бізде міне мясной омлетный рулетіміз. Қиғашымен кесеміз, себебі тарелкамызда әдемі көріну керек. Мына қыздар, қараңыздаршы, қандай керемет. Бағана красителіміз біздің сары цвет берді, және де етіміз ортасындағы әр слойы өзінің әдемі болып көрінген. Ас болсын қыздар, енді сіздерден нәтижені күтеміз.